Таңғы асқа ерекше үлпілдек панкейк жасаймыз. 2 жұмыртқаның сарыуызына шекеріміздің жартысын қосып, жақсылап бір араластырамыз. Сұйық майымызды қосып алып, нан қопсытқышты ұнға қосып араластырып, жартысын салып араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан ғана қосып араластырып отырамыз. Осы тұста бұл қамырымызды қалдыра тұрып, 4 жұмыртқаның ағуызына қалған шекерімізді аз-аздан қоса отырып, ең жоғарғы жылдамдықта миксерлеп аламыз. Бұл қоспамызды былай төңкерген кезде бұл ақпайтын болу керек, солай тексеріп алып, жұмыртқаның сарыуызынан жасалған қоспаға, мына ағуыздан жасалған қоспадан бір қасық, біраз ұн, екеуін кезектесіп, дәл осы видеода көрсетілгендей асықпай жаймен араластырып шығамыз. Жасалу жолы ұзақтау болғанымен, достар, ерекше үлпілдек дәмді шығады. Жасауға кеңес беремін, және достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Дайын болған қоспамыздың қоюлығы осындай болады. Енді табамызды қыздырып, 2 қасықтан осылай мінекей бірінің үстіне бірін құйып, жабық қақпақта 3-4 минуттан пісіреміз. Ешқандай май құймайсыздар. 3-4 минутта қақпағын ашып, үстіне тағы да мінекей бір қасықтан құйып шығамын да, әдемілеп аударамын. Мінекей қараңыз, қандай әдемі болады. Тағы да қақпағын жауып 3-4 минут пісіреміз. Мінекей барлығы дайын болды. Өте дәмді шығады, достар. Дәл осы құраммен, достар, 7 дана үлпілдек панкейк шығады. Ортасын бөліп көрсетейін. Бізге ас болсын, сіздер жасаңыздар.